Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Өткенде боянуға байланысты хейтті талқылаудың видеосын шығардым ғой, тиктокқа да, инстаграмға да. Көп адамдар, қыздар, жігіттер жоқ, қыздар жазған екен көбінесе. Тағы да түсірміші, тағы да осындай сіз туралы оказывается білмейді екенбіз деген сияқты ше. Давайте бүгінгі тема Зарина жігітпен көп жігітпен танысқан, көп жігітпен жүрген деген всегда хейт жүреді, мен байқаймын. Мен қандай жобада отырмын? Мен Қосақ жобасында, яғни қыз бен жігіт танысып отбасы болатын программада отырмын. Ол реалити шоу программа. Шынайы бағдарлама, яғни жігіттер келеді танысуға. Біз бір чай ішіп, осылай чай үстінде отырып әңгіме айтамыз. Немесе бір айдың ішінде бізде 2 рет кездесу болуы мүмкін деген сияқты. Сол танысып болғаннан кейін жүрегіміз ашылмаса, ол адаммен нақты сол жерде тоқтатамыз. Сосын екінші үміткер келеді. Точнее, сол программаның негізгі мақсаты 2 жаста таныстыру. Танысып болса, оларды жұптыққа шығару. Ал бірақ мен 2 жыл бойы қатысушы болсам да, ешқандай жігітпен жұп болмадым. Это факт. Біріншіден жұп болмадым. Значит, ешкіммен менің сезімім ашылған жоқ, ешкіммен жүрген жоқпын. Яғни мен жүруге саналмайды олардың барлығы, тек таныстық. Осы адами тұрғыда қандай жұмыс істейсің, немен айналысасың, сен үшін болашақ қалай елестетесің деген сияқты жеке бір сұрақтармен қызығушылықтарымызды ортақ әңгімелесе болады. Ал мен сені сүйемін, махаббатым, жүрегім, қол ұстасу, құшақтасу деген нәрсе болмаған. Сол себепті мен айтам, ешкіммен құшақтаспадым, ешкіммен қол ұстаспадым деп мен сол себепті айтам. Келген үміткер жігіттермен таныстық болған кезде. Және кез келген жігітке яди береді деген адамдарды түсіндіріп кетейін. Не үшін олай? Мысалы келген адам тура сіздің ағаңыз сияқты, тура сіздің ініңіз сияқты болыңыз. Менің де өзімнің бауырларым бар. Келіп бір шай ішіп отырып әңгіме айтқанға ол адамдар лайықты деп ойлаймын. Және всегда маған келген жігіттердің көбісі жақсы жігіттер келеді. Ашық, ақкөңіл, ниеті таза екен көрініп тұрады ше. Сондай жігіттермен танысып шай ішіп болғаннан кейін мысалы айтасың, осындай екеуміздің ойымыз келмейді, менің мінезім келмейді, тартпайды деген сияқты. Бір көргеннен тартпадың, алдағы уақытта ашылмайтын сияқты деген сияқты сондай талқылаулар болады. Так что бұған дейін мысалы еще эфирде танысқан қатысушы жігіттер бар. Мысалы мен бір сезонда 2 жігітпен танысуым мүмкін, қатысушы болған. Немесе максимум 3. Ол жерде отырған 15 жігіттің барлығымен емес, 1-2-мен ғана деген сияқты. И то ол жігіттер жаңа Заринаның осы качествосын айт деген сияқты қызығушылықпен өздері ұсыныс тастайды. Мен ешқашан жігітке үміткер болмағам, ешқашан жігітке сезімімді айтпағам, ешқандай жігітті шақырып алмағам. Сондықтан менің тарапыма ондай сөздер айтса, кішкене көңілім біртүрлі болып қалады. Және сіздердің де күнәға батып, андай барлығы емес, енді хейт жазатын адамдар айтып жатырмын, немесе танымайтын адамдар мен үшін күнәға батып, мен туралы білмей жатып ақымақ кіріп кетулерден сақтану үшін осылай айтып отырмын. Надеюсь, түсінікті болды. И бұл тақырып жабылды деп ойлаймын. Надеюсь. Бұдан кейін енді көрсеңіздер, білсеңіздер, айтып жүріңіздер, Зарикош ондай жігіттермен жүрмеген, әлі жұп болмаған деген сияқты. Вот.